Сәлем, менің қадірменді көрермендерім. Бүгін мохито дайындауда көрсететін болам. Жақсылап жуып аламыз. Лимонымызды, лайм қоссаңыздар тіпті күшті болады. Менде лайм болмады. Ол үшін бізге керегі қазір айтатын болам. Лимонды жақсылап турап аламыз. Қабығын ашып, оны 4 бұрышлап көбектеп турап блендерға салатын боламыз. Апельсинді де осылай ашамыз қабығын, сосын 4 бұрышлап турап, оны да блендерға салып аламыз. Сосын мята шөбімізді жақсылап жуып, оны да блендерға салып спрайт құятын боламыз. Майдалап өткізіп болған соң дайындаймыз. Лимонды думалақтап турап, апельсинді де думалақтап турап, оны арнайы кувшинге құйып, мұздық салып, мұздарды салып, мята салып, оны сетадан өткізіп, майдалап суларын өткізіп болған соң, үстінен спрайт суын құятын боламыз. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сосын тоңазытқышқа 1,5 сағат қойып, холодильникте тұрады. Холодильникте мұздай әдемі, керемет мохито шығады. Дәмді болсын, ас болсын.